Ол жігіттен қазақ кәсіпкерлері үйренсе екен деймін. Өте қарапайым адам. Қазақ деп бір бүйрегін бұрып тұратын жанашыр азамат. Көмектесу деген нәрседе кішкентай кезіңізден, мысалы, әкеңізге қарамай, өзіңіз жаңа үйдің үлкені болған кейін ініңізге, қарындасыңызға деген сияқты көмектесу, соларға жаңағы жауапкершілікті алу, сол арқылы қазір сіз бүкіл жаңа елге, айналасына, өзінің туған-туыс, ауыл аймағына көмектесетін азамат сол бала кездегі жауапкершіліктен шыққан сияқты мен ойымша. Негізі сол бала күннің өзінде көмектесу деген жалпы негізі сол кездің тәрбиесі де сондай болған шығар біріншіден, екіншіден біздің жан-жағымыздағы ол кезде көмекке мұқтаж екінің бірі. Өзімізде жоқ болып тұрып, соларға көмектесе білдік та сол кездің. Бөлісіп жеу. Енді бір өзіміздің осындай бір оқиға болған. Бір кісілерді көрдім, балалар кәдімгі анау кинодағындай қап-қара. Солар жаңа бір жатақханаға алып келіп тастаған. Әке-шешесі жоқ сияқты. Кейін қарасам, шешесі бар екен, әкесі ажырасып кеткен. Солардың кейін үй алуына және де үйленуіне шешелері қайтыс болды да, содан кейін сол кездерде соны қарайлап, сол бір өзіміздің бауырымыздай болып кетті. Қазіргі уақытта қарасаңыздар, олар енді өсіп жер жетті, үйленді, тұрмысқа шықты деген сияқты. Көмектесу деген жалпы негізі адамзатқа сондай бір махаббат деген сол кезден бастап, бала күннен бастап болды. Табиғатқа былай қарап тұрсаңыздар, оның бәрі мынау адамның негізгі ішкі сол есептеріне түйсігіне байланысты ойлаймын. Өзіңіз қазір қанша балаға әкесіз? Енді мен өзім 5 балам бар, Алланың берген. Және де мынау баламдай болып кеткен балалар бар. Және де біз осы көмектесіп үйлер салып берген отбасылар, жалпы негізі осылардың балалары да әлі дейін өзім балаларым сияқты. Енді өскеннен кейін олар да біз сияқты жағдай жасап, еліне, өркениеттің дамуына қызмет етеді деген ойдамыз негізі. Нарықтық экономика салтанат құрған заманда кәсіпкерлікпен айналыспайтын адам болмайды. Тек қана мемлекеттік қызметкерлер болмаса, қалған жай адамдардың бәрі өзінің кәсібімен, сауда-саттықпен, осындаймен жан бағатын заман. Сол қатарда Көңілбай Шүкенов деген азаматты мен жақсы білемін, кәсіпкер азамат. Оның өмірі сол қайырымдылықпен өтіп бара жатқан сияқты. Тапқанын, қай жерде жетім жесір бар, қиналған көп балалы ана бар, қай жерде баспанасыз жандар бар, қиналып жатқан. Соны оның бір өңіріне де қарамай, батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік, орталық демей, Көңілбай шауып барып, соларды қуантып, соларды бүкіл әлемге, жалпақ әлемге жар салып, шаттығын бөлісіп жатады. Бұл мынандай нарықтық заманда, ақша қылған заманда, дүние қылған заманда, анау-мынаудың қолынан келетін іс емес. Аға, сіз Жезқазғанның Ұлытауынан шыққансыз. Қазақтың қарапайым ғана баласы болып өстіңіз. Дегенмен бір сұхбатыңызда естіп қалғаным бар, бұзықтау болдым деп мектеп кезінен. Бірақ дегенмен сол кездің өзінде есеп қисапқа жақсы болған сияқтысыз ғой? Негізі сол кезден бастап қазақ тілі әдебиетінен, сосын және де математика сабақтарынан жақсы оқыдым деп айтсам болады. Есеп қисапқа жақсымыз, жалпы негізі. Енді бір іштегі ең қазақтың бір жалпақ тілмен айтқанда қара есеп деген болады. Оны біздің аталарымыз үйретеді. Ішкі есебім дұрыс болсын, қара есебім дұрыс болсын. Сол есеп дұрыс болу керек қой адамның. Ол жігіттен осы қазақ кәсіпкерлері үйренсе екен деймін. Бұл дүние дегеннің түбіне ешкім жетпейді ғой. Көңілбай Қалдыбекұлын мен 20-шы жылдың 7-ші айынан бастап біле бастадым. Осы Аманат Драйв кооперативіне келіп салымшы болудан бұрын жаңағы өзім анализ жасап, бұл кісі кім, қандай адам, ютубтан, жаңағы интернеттен бақылап, іздеп, ол кісі жайлы ақпарат жинадым бірінші. Енді көптеген видеоларын қарадым, жаңағы 2012-ден бастап көп қайырымдылық қорларда көмектесіп жатқанын, фото және видео деректерін көрдім, таптым. Содан бастап қарап, жақсы адам екенін түсіндім, идеологиясын сол кезден бастап түсіне бастадым. Және де көп адамға жақсылық істер жасап жатқан, үй
және де көлік беріп жатқан бәрін байқай келе, кейін өзім осында келіп салымшы болғам. Мы сейчас предоплату оставим, уже деньги сейчас. Мы сейчас хотим еще заниматься одеждой. Көңілбайдың осы жұмыстарына іштей сүйініп отырам, жақсы көрем. Болашақта да осыны жалғастыра берсе екен деп тілеймін. Бір сенетінім, Көңілбайдың программасы керемет. Мен енді оның бір экономикалық жағы соншалық түсініп кететін адам емеспін. Бірақ өзінің айтысына қарағанда, мынау заманға лайық бір жол тапқан ол. Адамдардың өзін бір-бірімен байланыстырып, сондай бір баспаналы қылатын, көлікті қылатын бір жолын тапқан. Бұл мына заманға бейімделген. Ана біреудікін алып кеп сатып, біреуді алдап, арбап жасайтын дүние емес, кәдімгі мимен, ақылмен, парасатпен жасалған дүние. Мен осыған қуанамын. Былтырдан бері қарап отырмын. Инстаграмда ғой енді оқысы, күнделікті өмір сол Инстаграмда стористан қарап отырсаңыз, қайда жүр, не істеп жүр, бәрі жаңағы халықтың алдында прозрачно ғой, түгелі бәрі. Соны көріп отырасында, бүгін Алматыда болса, ертең Астанада, болмаса Шымкентте, болмаса Семейде, Өскеменде деген сияқты тоқтамайды. Болмаса жаңағы Түркияға кетіп қалады, Дубайға кетіп қалады. Ол кісінің өзі осы жақында мен өзімнің кеңсемді ашқан кезде, сол кезде де айтқам халыққа. Мен таңғалам бұл кісінің, қарапайым болған таңғалам және де. Жаңа былтыр осы биыл кездескен кезде Салим барахолкке алып баршы дейді. Барахолкке алып барын. Ол жерде де кіріп кетті, одан кейін звондады, қай жердесің, біз шығып жатырмыз. Шығып келетір самокатпен қарапайым, барахолкадан киім алған, өте қарапайым адам, сонысына таң қалдым. Түздің адам екенсіз нағыз, үнемі жолда, іс-сапарларда, солай, Осы айдың күнтізбесін алатын болсам, өз үйімде 1,5 күн ғана болды. Енді қарасаңыздар, шетелдерде, басқа жерлерде сол жұмыс бабымен жүгіріп жүргеннен кейін кейде осы өзімізге де уақытымыз келмей қалады. Әрине, қаншама жұмыстар, қаншама компаниялар жұмыстарын қадағалап, оны жүргізіп отыру, сол жаңағы тек қана Қазақстан емес, және тек шетелдерге де барлық жерде. Жалпы жан-жақтың бәрін қамтамасыз ету, осының бәрін бір нәрсені сіз бәріне үлгеру мүмкін емес. Соның ішінде бір нәрсені таңдауыңыз керек. Егер түздің адам болса, түздің адамы, үйдің адамы болу, ол үйдің адамы. Кейбір уақытта үйде отырған жігіттерге қарап 8 сағат жұмысын жасап келіп қызғанбыз да. Өздерінің бір атқаратын бір жұмыстарын ғана жасап, отбасының қасында отырады. Бірақ енді сонда да болса да мен отбасыма не істеп жатқан жоқпын. Сонда да болса да отбасыма көңіл бөлу үшін өзім сапарларымды алып шығып, параллельно оларды да бірге алып жүріп, солай ақырын жоғын әкелік қызметімді атқаруға тырысып жатырмын. Негізі соның. Жалпы негізі мен бар жоғым маңызды емес, негізгі тәрбие, сол жаңа көрегендік, соның бәрі дұрыс деп ойлаймын негізі. Әр еркек бірақ өз отбасы үшін жауапты екенін естен шығармауымыз керек. Ақмола облысындағы бірнеше ауылдың атауы қазақландырды деп айтып қалдық. Осыны кеңірек айтыңызшы. 2017 жылы Ақмола облысы Целиноград ауданында Семеновка, Новошимка ауылында 35 үй суға кетті деген естіп, әкімшіліктен бізге осындай дабыл қаққан хаттар түседі. Яғни көмектессеңіздер қалай, асыл адам қоры бар сіздерде деп. Біз бірден бардық, оқиға орнында әкімдік шақырды. Сонымен біз барып ол жердің отбасылармен кездестік. Әртүрлі ұлттан тұратын отбасылар. Ауылдың бәрі өзіңіз білесіз енді топан судан кейін қандай болатын. Сол сәтте біз оларға көмектесеміз деп. Ертесі күні техникалар, арнайы техникалар, бірнеше жаңағы адамдар сол жұмыс қарбалас басталып кетті. Топырақ әкеліп жатырмыз, үйлерді құлатып жатырмыз, кейбір үйлерге жаңағы керек жабдықтарды алып келіп дереу құрылыс басталды. Өйткені бізде уақыт аз, қыркүйекке дейін оларға салып береміз деп уәде берген болатынбыз. Соның құрылыс басталды, жұмыс жүріп жатыр. Цемент жетпейді, ағаш жетпейді.
Сіз әкімшіліктің көмегінсіз өз қорыңыздан? Өз қорымыздан, енді өз қорымыздан, өзіміздің қаражатымызбен шама шарқымыз келгенше, енді расын айту керек, арасында қолданылған материалдар бар. Соларды алып барып, жалпы сол үйлерді бастағаннан кейін жұрттың бәрі ойлаған екен. Бұл әкімдермен жаңа ауыз жаласып отыр. Жаңағыдай ақшаны қалтаға басып алған, бұрын қолданыста болған ескіні әкеп салып, үй салып жатыр, негізі бұған бөлінген ғой ақша деп, сондай пиғылда болған екен. Дұрыс түсінбеген. Одан кейін біз енді материалдар жетіспей жатқандықтан, енді ойладым, енді жетіспей жатқан шығар деп қайта-қайта сатып алып келеміз. Енді ақшамыз да жетпей бара жатыр. Содан өзіміздің астымыздағы машинамызды саттық. Кейін сол ауылдың адамдары біздің машинамызды сатқанымызды көріп, және де оны біз оларға айтып, енді машинаң қайда дейді, біз сатып жібердік, қыркүйекке дейін үлгермейтін болдық. Міне қазір жетіспей жатырмыз. Сондықтан қалтамыздан ақшамыз жетпей жатыр деген сол кезде сол жердің өзге ұлттың азаматтары қап месендердің расымен де өздерінің ақшаларын салып жатқанымызды білген жоқпыз. Өйткені біз өзі сіздер әкеп берген цементті жаңағы араққа айырбастап, айтайық сатып, сондай бір немқұрайлы қарадық деген сондай сөздерді айтып қалды. Кейін 1 наурыз алғыс айту күнінде бізді жастарды сыйлап, әкімшілік бар, сол ауылдың адамдар шақырып, құрылыс жұмыстары бәрі біткеннен кейін ризашылықтарын білдіріп, енді не береді олар? Бізге бір грамота береді ғой баяғы. Соны қағаздарын алып болғаннан кейін мен айттым, құрметті ауылдастар, сіздермен бір шамалы уақытта біз осындай не болып қалдық, жақын адамдар болып қалдық. Сіздерге қиналған уақытта Ресейден келген жоқ, Америка келген жоқ, басқа елден келген жоқ. Міне өздеріңізге біз қарапайым азаматтар келіп көмектестік. Мына ауылдарыңыздың аттары не нәрсе? Семеновка, Новошимка деген көшелердің аттары қандай? Осыны келісіп қазақшаға аударуға болмас па екен деген жай ғана сұрақтан жауап бірден келді. Біз қолдаймыз, осыны өзгертеміз деп сөйтіп, кейін референдум жасалды. Ауылдың азаматтардың бәрі жиналып, бір сөзден, бір ауыздан Семеновканың атын Қараменді, Новошимканың атын Жаңа Есіл деп аударып, осы ақпарат тұңғыш президенттің құлағына жеткен болса керек. Кейін Жомартжан деген төсбелгі беріп, Қазақстан Халық Ассамблеясының бір жобаларында ең үздік жоба деп бақытты отбасы жобасы. Сондай біраз халықтың арасында ыстық ықыласқа бөліндік. Өкінішке орай осындай ақпараттар негізі халықтың құлағына жете бермейді. Жете бермейді, қандай тарихи оқиға болған. Тарихи оқиға. Мүмкін осындай жақсылықтарды жасай берсек, біздің қазақ елінің кім екенін адами тұрғыда білу мүмкін ғой, қандай мемлекет болса да. Әлемді сұлулық емес, мейірім құтқарады деген рас, шынында да. Сіздің жаңағы жасаған жақсылығыңыздың қайтымы, ол біздің елімізге осындай үлес болды, иә. Енді мен кіріп келе жатқанда Семеновка деген бұрынғы көк тақтайшаның орнына Қараменді деген жазуды өтіп бара жатқан кезде, жай өтіп бара жатқанда ауылдың жанынан. Ол енді біз үшін өте үлкен бір тарих. Расымен бұл кісінің еңбегі өте зор. Енді еңбегі ақталатынына мен сенімдімін. Сенімді болғаннан кейін жанында жүремін де, мен қолдап, қолпаштап. Өйткені бұл кісі көріп отырсыз ғой, мен ғана емес, сіз емес, бүкіл қазақ көріп отыр негізінде. Еңбектерін бәрін қарап, дұға тілектерін бізге де, және көмекшісі болғаннан бізге жаңа WhatsApp-қа жазып отырады халық. Батасын, дұға тілектерін айтып, қолдап, қолпаштап, бұл кісіні дұғадамыз деп, қазақтан осындай жігіт шыққанына қуанамыз деп, тек жақсы нәрселер ғана жазып жатады. Енді ол кісі өте энергичный адам ғой. Мен оның жанында енді жаспыз ғой, бірақ ол кісі сияқты мен әлі енді сол кісіге қарап кішкене бой түзеп келе жатырмыз, үйреніп. Әйтпесе ол кісі сияқты біз шаршап қаламыз, ол кісі сияқты емес. Мына біздің жанымызда керемет үйлер тұр, міне, өзгеше үйлер, зәулім үйлер. Сіз Арман үй деген жаңа құрылыс компаниясы арқылы осындай ерекше үлгідегі сәулетті үйлерді халыққа қолжетімді бағада сатып алуына мүмкіндік берсем деген жобаңыз бар екен. Осыны айтыңызшы. Жалпы қазір көріп тұрғандарыңыздай, бұл үйлердің бәрі единый архитектурный стильде дейді. Бір архитектурлық жобада жасалған. Негізі мен арманым осындай үйлерде жалпы бай патшалар емес, қарапайым адамдарға да тұруға мүмкіндік берсек. Қолжетімді болса. Яғни бұл жерде оны жасауға мүмкіндігіміз бар. Қараңыз, табиғатымыз қандай керемет. Елімізде жер де жетеді. Құрылыс материалдары да қазір технологияның дамыған заманда жетерлік. Соның бәрін шетелден әкелетіндер бар. Соның бәрін жаңа технологияларды пайдаланып, осы Арман үймен осындай әдемі үйлерде, жалпы осындай әдемі жерлерде біздің азаматтар тұруға әрине болады ғой.
соны жасап берсек деген ойымыз бар. Сондықтан әрине мына үйлердің бәрі үлгі алатындай, тек қана бұған қыдырып келіп немесе жаңа бір күнге ғана тұруға емес, бұл жерде бір отбасы, бір тарих болып тұрса, одан атадан балаға қалатын болса, осының бәрі керемет емес пе? Сондай мүмкіндіктер жасауымыз керек деп біз Армани жобасы бізде басталған. Ол жоба жалпы қазір біз бұған дейін халық білетін материалдармен салып келдік қой. Енді жаңа технологияны қолдансақ деген ойымыз бар. Жаңа технология деген ол жаңа бармақпен ескіміз ашылуы, күн сәулесінен үйдің іші жылуы және электробағандардың бәрі сонымен жұмыс жасау. Жалпы бүкіл автономды түрде жұмыс жасаса, ақылды әрі экономды үй. Иә. Ақылды әрі экономды үйлерді салуға мүмкіндігіміз бар. Өзім бір көлік алғам. Осы Аманат Драйв арқылы Hyundai Accent көлігін. Одан кейін екінші көлікке салдым. Екінші көлікті осы биылғы жылдың май айында, 9 майда алдым. Өте тиімді. Ол пайызсыз біріншіден. Мен өзім ақшамды салған кезде де, жинаған кезде де бөліп ай сайын жинап отырдым. 4 айдың ішінде жинақтап, 5 айда кезегім келіп, солай алдым. Ал екінші көлікке де солай істедім. Тиімді да, онға бірден салуға мүмкіндік болмағаннан кейін жинап салған өте тиімді. Қалған суммасын пайызсыз бөліп төлеуге береді 5 жылға. Ол да өте тиімді. 5 миллионның көлігін алсаңыз, шамамен ай сайынға төлейтін ақшаңыз 60 теңгенің шамасында ар жақта жағында. Адам баласына жасаған жақсылығын ешқашанда далаға кетпейді. Қасиетті Құран кәрімде ең көп айтылатын әңгіме ол қайырымдылық мәселесі, садақа мәселесі. Ол еселеп қайтады дейді. Мен байқаймын, сол көңілбайға сол еселеп қайтып жатқан болу керек. Соңғы кезде тіпті де өтіп бара жатыр жаңағы. 2 күннің бірінде баспадан тарап, 3 күннің бірінде көлік мінгізіп адамдарға қуантып жатыр. Осы биіктен көріне берсін деп көңілбай бауырыма тілек айтатын едім. Енді осындай мүмкіншілік беріп жатқанына ол кісіге өте үлкен алғысымды білдіремін. Ол кісі қазақ деп шын айтқанда бір бүйрегім бұрып тұратын жанашыр азамат. Оған көзім жетті, өзім жанында жүріп,